6 күн бұрын. Житель бұл күшті зат па? Иә, бұл керемет зат. Житель ученый, осындай затпен не істейсің? Мен әрине бүгінгі күшті нәрсем шығар. Ол не? Оның аты күшті суда жарылатын динамит сияқты бірдеңе. Не? Нормально. Жақсы сияқты. Динамит, динамит жасағым келеді мен. Ал бірақ оған көмек керек болады. Сенде динамит бар ма, тәнті? Иә, бар. Сен бар. Бара бер, ал мен деген қазір натрийді шығарайын, бірақ амандықтың қазір сенде көмектесесің ғой, иә? Иә, көмектесем. Динамит, тәнті, міне тәнті. Оған көмектесейін. Ал сен маған қанша бересің? Мен саған 3 так изумруд берем. Шын ба? Честно добытый ма? Аха. Жақсы, міне. Мен натрийні қалай құрастыратын еді, есімде жоқ. Қазір 11 шығар. 11. Міне натрий шықты. Ура! Енді бір жағына салайық. Жақсы, қалай салады? Осылай ба? Мынау ма? Аха. Міне, сен динамитін мә ала бер. Енді мен қазір оны мұнда жарып көрсем не болады екен? Жарба! Жарайды! Жоқ! Мә, енді есік қою керек сияқты, е? Айтпақшы, сәлем достар, сені бүгін мен Апелгүл және бүгін біз әрине Краусман ойнаймыз, бірақ ауылда бір неприятностьтер болды. Ауылда ешқандай житель жоқ, тек мэр және көрші бар. Болды, басқа ешқандай житель қалмады. Енді кейбіреулер қалған шығар, житель военный бар, бірақ қайтадан ол басқа ауылды қорғауға кетіп қалды. Короче, айтайын. 6 күн бұрын мына достар, мына жерде мен 6 күн өмір сүріп келем. Жоқ, 5 күн еткен, 1 күн ана заттарды апара алмадым. Сосын жительдерде осындай стеклолар қойып жатыр. Оның бәрі айтайын ба неден? Оның бәрі, житель ғалым келді. Сосын оған көмектесіп едім. Сосын бір динамитті жасады подводный. Сосын оны жарып еді. Бүкіл жительдер жоғалып кетті. Сосын торговец қалды. Да білмесеңіздер. Сол бүкіл жительдер жоғалып кетті. Тек тірі қалғандар, үйде отырғандар ғана тірі қалды. Сосын біз қазір полда жүре алмаймыз. Мен тіпті сіздерге көрсеткім де келмейді. Өйткені бұндай полға түссек, банға түсеміз, бір житель түсіп еді, тірі қалған ана жақта болған. Сосын банға кетті. Бірақ оны разбанить етіп тастай алады. Бірақ ол өте қиын болады. Жақсы достар, қараңыздар. Мынау пол ғой. Одан кейін осындай, сосын осындай, осындай высотадағы блоктарға түсуімізге болмайды. Енше мен үйме жете алмайым. Бұлай жарайды, көрейік. Мен не хочу рисковать. Сол үшін мен деген бір блок алайын. Бірақ деген мына полды жоюдың бір тәсілі бар. Осындай блок. Бірақ оның ішінде бір эндер перл болған. Бірақ оны енді ала алмай қалды. Ала алмай жатырмын. Ал оны деген соған салмау керек еді. Бірақ салдым да енді ала алмай қалдым. Қысылып қалды сол жерге. Енді маған план Б керек.
мен жетем деп ойламаппын. Не проигрывать етілді анда. Достар, рискнем. Жақсы. Фух, достар. Абайлауым керек. Бұндай задачамен бір специалисттер жасай алады, бірақ те мэр деген звонда салмай жатыр. Кейбір жительдер достар, мен тасқа достар, кішкене банға кететін едім. Аяғым ыстық болып кетті ғой. Енді қалай түсем мына жерден? Жоқ, бұлай істеудің қажеті жоқ. Мен мына блоктарымды жойғым келмей тұр. Мынау не тағы бәле? Осыған кіріп кете берем. Абайлап. Бірақ достар, су деген реакция бермейді бізге. Бұл бізге өте жақсы зат. Сол судамыз. Маған земля жинау керек еді кішкене. Кішкене земля жинайық. Содан кейін жете алам. Сол жаққа. Енді басқа план жоқ сияқты. Ана қақта болып жатқан нәрсеге мән бермеңіздер. Ана жақта железный блок. Ой, сосын достар, жерге түссек аяғымыз ысып кетеді жылдам. Қатты ысып. Ыстығын-ай. Ыстық. Банға кеткім келмейді қазір. Қатты ысып. Банға кетем. Бани кетіп тастамасын мені. Ай. Достар, мен қазір достар, бұл қандай ыстық болған білмеңіздер ғой. Бұл ғарышта камера деген адам қалай мұндай эффект алып жүргенін сездірмейді. Әйтсе қатты ыстық болды жаңа ғана. Міне мэрға жетуіміз керек. Опана. Және хоппана. Айтпақшы достар, біз үйде деген ешқандай реакция бермейді ғой бұл. Бұл бізге көмек ете алады. Мэр, қалайсың? Жақсы. Кеше туған күнің күшті өтті, бірақ қазір как-то неприятно. Сен деген звондастың ба? Олар деген біраз сағаттан кейін келеді. Жақсы. Достар, анда барайық. Житель ученый, сен қайтып кел. Қайда болсан тағы да. Полицияға береміз. Енді бұл дұрыс емес болды. Өте дұрыс емес іс болып шықты. Білмейді ғой ол қандай жаман іс жасағанын. Ал басқа жителдер вообще жоқ. Жақсы, сау болыңыздар достар, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Сіздермен бүгін мен болған Абилгул, сау болыңыздар.